Жас бала, саған ұсынысым бар. Бір тілегіңді орындаймын. Мыстан шал өте қатыгез. Осы ауылда жасы 70-тен асқан шал өмір сүрді. Бұл жай шал емес еді. Өте қатыгез, адамдарды ұнатпайтын адам болды. Яғни нақтырақ айтсам, жаман адам. Ол тіпті жас кезінде өз балаларын аса қатыгездікпен ұратын. Оны ешкім жақсы көрмейді. Ауыл адамдарының бәрі онымен араласпайды, себебі қатты қорқатын. Солай бір күні шал өзінің үйінің алдында отырып, әдеттегідей жолда өтіп бара жатқан адамдардан бәлезде отырды. Кенет қайдан шыққаны белгісіз шалдың қасына біреу пайда болды. Оның түрі де өте кәрі. Жасы тіпті 100-ден асып кеткен секілді. Сен кімсің? Мен сенің тілегіңді орындауға келдім. Бірақ тілегіңді орындамастан бұрын маған мынаны беру керексің. Қазір менің киімімді ме, әлде сен жанымды мегзеп тұрсың ба? Бәрін алдап үйреніп қалған шал осы жерде де бейтаныс адамды алдағысы келді. Яғни нақтырақ айтсам, мәңгілік жастық шақ сұрағысы келді. Сол кезде ол ешқашан қаза болмай, ішкі жанын қара киімдегі шалға бере алмайды. Сөйтіп шал өз тілегін айтады. Өмір бақи жап-жас адам болып жүргім келеді. Сонда мәңгілік жас адам кейпінде қалғың келе ме? Иә, дәл солай. Жақсы, солай-ақ болсын. Маған не болады енді? Денемде өзгерістер болып жатқан сезудемін. Не отынан денем неге суықтап бара жатыр? Өзі жап-жас болса да, Бека есімді жігіт өте ақылды болды. Ол ғалым болып лабораторияда дәрі шығарумен айналысады. Беканы бәрі сыйлайды, себебі барлық сұрақтарыңа жауап береді. Осы жас ғалымның қасында жасы 40-тан асқан көмекшісі болды. Бірақ үлкен кісі болса да ол Беканы көре алмайтын, және өзінен бірнеше жасқа кіші шегол бала өзінің бастығы екеніне іштей қатты қынжылатын. Сөйтіп сол күні қағаздарының бәрін жазып үйіне қайтып бара жатқан жолда шегіп алайын деп кенет қасына біртүрлі шал келді. Айтпақшы, сіздерге айтуды ұмытып кетпін. Бұл анимацияның бәрі мыстан шал туралы ғана. Бұның кім екенін білесіздер. Жас бала, саған ұсынысым бар. Бір тілегіңді орындаймын. Тек маған жаныңды берсең болғаны. Тілек орындаймын? Менің бе? Сен не, құтыдағы джинсің ба не? Жігіт шалдың үстінен күліп, жай әзілдеп тілегін айта салады. Жақсы, онда мені әлемдегі ең ақылды адам қылатын бол. Жақсы, дегенің болсын. Шал тырнағын қорапшаға тегізді. Кешке жақын үйіне келген Бека денесінде біртүрлі жағдайлар болып жатқан байқайды. Сөйтіп өзін жаман сезініп, айнаның қасына келсе, басы үлкейіп кетіпті. Осылай арада 3 күн өтті. Ал Бека ауырып, төсек тартып жатып қалады. Жұмысқа бармақ түгілі көшеге шығуға қатты ұялады. Себебі оның басы осындай болып үлкейіп кеткен. Шал айтпақшы, оның миы үлкейіп жатыр. Әлі де үлкейетін секілді. Миы жарылып, сыртына шықпайынша. Қалай ойлайсың? Бұл Бекаға не болуы мүмкін?
Басы жарыла ма? Әлде одан да сұмдық жағдай орын ала ма? Бір ақшаға тоймайтын ер адам өмір сүрді. Оның ойлағаны тек ақша ғана. Бір күні ол көшеде кетіп бара жатып, қайыршы шалды кездестіреді. Тоқташы бауырым, мен сенің бір тілегіңді орындаймын, бірақ маған жаныңды беру керексің. Қалай, келісесің ба? Мен сенің қазір не айтатыныңды, не қалайтыныңды білемін. Жай ғана маған соны айтсаң болғаны. Мен оны орындай саламын. Мына қорапшаны көрдің бе? Осы қорапша өте сиқырлы. Мен сені жай қайыршы шығар деп ойласам, еще қиял екенсің ғой да? Жақсы, айта салайын. Тілегім ба, так бай болып ақшаның астында қалғым келеді. Болды, орындалады. Арада 6 күн өтті, бірақ ер адам жоғалып кетті. Ол үйінен табылмады. Көршілер оны іздеп жүрсе, сөйтсе ер адам тура мағынада алтынға көміліпті, тіпті жабысып қалған екен. Бека деген бригадир өмір сүрді. Ол деген бригадир бола тұра, қол астындағы жұмысшыларға мүлдем ақша бермейтін. Ақшаны берсе де 30%-ін ғана беріп жүрді, ал қалған 70%-ін ол өз қалтасына салып жүрді. Өз қалтасына, өз сейфіне ақшаны жинай берді. Бека болса, жаймен жай ақшаны жинап жатқан жоқ. Ол 250 елге саяхаттағысы келеді. Арманы сол, сондықтан да ақшаны сол жаққа жинап жатыр. Бір күні солай ол су жаңа көлікпен жұмысына кетіп бара жатып, кенеттен көлік кептелісіне тұрып қалады. Ұзақ тұрып қалды. Ал Бека болса қатты ашулана бастады, себебі оның жұмысына бару керек. Әйтпесе бастығы оны жұмыстан шығарып тастауы мүмкін, сондықтан да ол асып. Бека осылай ашуланып тұрған кезде терезесін біреу қақты. Сөйтсе бұл жай қайыршы екен. Әрине, Бека болса оның кетуін сұрайды. Ей, қайыршы, саған ақшам жоқ беретін. Мен қайырымдық қорында жасамайын, бар кете қойшы. Қайдағы ақша, жас бала? Мен сенен ақша сұрағым келіп тұрған жоқ. Мен саған қайта ұсыныс тастағым келіп отыр. Ақша ататын ұсыныс. Мынауың не етіп кетті? Сен қайыршы емессің бе? Солай Бека оның үстінен күле кетеді. Міне жарады екен ғой, қуасың ба? Ұсыныс дей ма? Қайыршыларда ұсыныс тастайтын болған ба? Кенеттен жаңағы шал, қалай екені белгісіз, Беканың көлігінің ішінен шығады. Маған енді сенген боларсың, мен саған жай ұсыныс тастаймын. Осы ұсыныс тастағанды қалайтын болсаң, мен саған ақша берейін. Осы ақшаны ал. Жай ғана мен саған ұсыныс тастаймын. Ал сіз сол ұсынысты қабылдайсың ба, қабылдамайсың ба, оны өзің шешесің. Яғни, менің ұсынысым сенің тілегіңді орындаймын. Сен тілегіңді айтасың, мен оны орындаймын. Және оған қоса мына ақшаны алатын боласың. Бұл саған тиімді, жас бала. Айтайын, көп адамды осы уақытқа дейін ақша беріп байытып жіберген болатынмын. Сенің бұл мүмкіндігін. Кел, мына жерде $10,000 бар. Тағы да ақша қосайын. Жай ғана тілегіңді айт. Жақсы, айта салайын, мен 250 елде саяхат жасағым келеді, сол арманым. Осы жағдайдан кейін әртүрлі мемлекетке, әр адамға бір адамның бұлшық еттері,
денесі келіп жатырды. Және осы дене кім екенін біліп тұрған боларсыздар. Мына шал, мына мыстан шал өте қатыгез. Жасөспірім бала өте қатты танымал болғысы келді. Сондықтан ол күні-түні TikTokқа қысқа видеолар салып жүрді. Тіпті ол анасына көмектеспейтін, тек телефон ғана. Күндердің бірінде бала кезекті бір видеоны түсіріп жатады. Бұл жолы ол үйдің жоғарына шығып түсірді. Кенет қайдан шыққаны белгісіз қара киімдегі шал жас балаға келеді. Ей балақай, сенің арманың бар ғой, ә? Мен сені білемін не қалайтыныңды. Қане айт, әп-сәтте орындалады. Сен шал басың жасамай ма, саған кім сенеді? Сен қайыш емессің бе жүрген? Айта салайын, онда көңілің қалмасын. Бүкіл әлемге танымал болғым келеді. Что-то мынаны орындай алмасаң, көтіңе 2 рет теуім. Болды, орындаймын, деп шал кетеді. Сөйтіп бала өз видеосын жалғастырып жатып, байқаусызда жерге құлап кетеді. Бала құлаған жерге жедел жәрдем бәрі де келеді, бірақ баланы аман алып қала алмады. Осылай барлық жаңалықтарға, барлық газеттерге, бүкіл әлемге осы бала туралы таралып кетеді. Осылай бала танымал болып шыға келді. Эмми есімді қыз сабақтан үйіне келе жатыр. Оның көңіл күйі мүлдем болмады, себебі Эмми өте ақылды оқушы қыз болды. Сондықтан оның сыныптастары сабақ бойынша көмек керек деп бәрі сұрап мазасын ала берді. Қыз бұл нәрседен қатты шаршады. Сөйтіп жолда Эмми сыныптасын кездестіреді. Эмми, қалайсың? Математика бойынша есеп бар, соны шығарып бересің бе? Эмми оны тыңдамастан алға жүре берді. Кетшір, бәрім бәле болған боларсыңдар ма? Мен бір нәрсені дұрыс айтпадым ба? Неге ол ренжіп қалды? Қызым, маған көмектесші, ыдыс жуу керек. Жоқ, қош, мен сабақ оқып жатырмын. Сөйтіп бәрінен шаршаған қыз ұйықтап қалады. Ертесі күні тағы көңіл күйі жоқ Эмми мектепке кетіп бара жатыр. Тағы да сол біртүрлі шал қыздың алдынан шықты. Кез келген тілек, бірақ жаныңды аламын. Маған бәрібір, тек мені енді ешкім мазаламаса екен. Болды, орындалатын болады. Сабақта Эмми қалай ұйықтап қалған түсінбеді, бірақ ұйқысы келіп тұрды. Қыз бір қап-қараңғы жерде оянды. Көзін ашса, жан-жағына қараса, бір кішкентай жерде жатыр екен. Сөйтсе, айтпай-ақ қояйын, біліп тұрған боларсыздар. Және де маған лайк басып кетіңіздер, арнаға тіркеліңіздер. Осы мыстан шал туралы жүре берейін ба енді, не істейін, қалай ойлайсыздар?
Оқиға бірнеше жылдар бұрын басымнан өткен еді. Ол кездегі қорқынышымды айтып жеткізе алмаймын. Жасым шамамен 20-да болған кезде мен түнге дейін жұмыс жасаймын. Міне сол кезде жұмыстарымды бітіріп аяқтап үйіме жалғыз өзім қайтып бара жаттым. Сағат шамамен түнгі 3 болды. Дала болса қап-қараңғы. Ал менің ойымда тек бір-ақ нәрсе, ол төсекке жатып ұйықтау. Қатты шаршадым. Сондықтан үйге тез жету мақсатында лифтпен көтерілейін деп шештім. Лифт есігі ашылғанда ішінде бір түрлі адам маған қарап күліп тұрды. Міне осы жерде менің өмірімдегі үрей басталды. Ол адамның түрі беті ақ, көзі қара, ал күлкісі болса аузын кесіп тастаған секілді. Күлгенде жаман сезім тудырады. Ол маған күліп, қолымен менімен қоштасып тұрды ма, әлде сәлемдесіп тұрды ма, оны түсінбедім. Қой құрсын, кеттім. Үйге баспалдақпен бара салайын. Бар болғаны 9 қабат қана көтерілсем болды. Сосын үйге кіремін. Мен лифт ішіне кірмедім, себебі ана адамның біртүрлі екенін сездім. Кім біледі менімен не істейтінін. Сөйтіп көтеріліп келе жатып, төменге қарап қалсам, біреу тағы да көтеріліп келе жатыр. Сөйтсем ол жаңағы адам болып шықты. Ол дауыс шығармай менің артымнан келе жатқанға ұқсайды. Бірақ мен оған қараған сәтте, мен оны байқап қойған сәтте, бұл адам бір орында тұрып қалды. Мүсін секілді, мүлдем қозғалмады. Бірақ жындылар секілді күліп тұрғанын байқадым. Мен әрине үрейленіп кеттім. Бұл адам псих секілді ғой. Бауырым, сенің кім екеніңді білмеймін, бірақ пранк жасап жүрген бір адамға ұқсайсың. Тыңдашы, сенің әзілің күлкілі емес. Егер де мені қорқытқың келсе, менде оған уақыт жоқ. Осыны айтып болып, жоғарға көтерілді жалғастыра бердім. Бірақ әлгі бір түрлі адам менің ойымнан кетпей қойды. Бұл психтың не ойлағанын түсіне алмадым. Бірақ ол жаман бірдеңе істегісі келетіндей көрінді. Сондықтан оны жоғарғы қабатқа дейін көтерілгенін күтіп, соққыға жығайын деп шештім. Оның сазайын тарттыру керек. Сөйтіп, сол психқа қарап тұрсам, ол маған кері қарап тұрды да. Жерге секіріп кетті. Мұнан басшысы маймын, не үшін секіріп кетті? Мен болсам оны күтіп ұруға дайын тұрсам, солай мен қатты паника ұстай бастадым. Әлгі адам өте біртүрлі көрінді, менің ойымнан кетпей қойды. Оның түрі, маған қарап тұрған түрі өте жаман. Осылай шок болып тұрсам, менен жоғарғы баспалдақ үстінен біреудің жылап тұрғандай дауыс шығады. Қарақ болсам, жаңағы жынды адамды көрдім. Ол маған қарап таңғалып тұрғандай, түрі әрине өте қорқынышты, айтып жеткізе алмаймын. Сөйтіп мен сол жерден тайып тұрдым. Қашып кеттім солай. Және далада тұрып полиция шақырдым. Бірақ полиция есінен адасқан адамды таба алмады. Ол жоқ болып кетті. Ал мына оның түрін ұмыта алмайтын секілді мына тұрды. Басы тақырбас, бетін кесіп тастаған ба, осым. Арнада тіркеліп кетіңдер, және де лайк басыңдар.
қолдап кетіңдер мені, ал жақсы.